Көшеміз мына 40-шы мектептің жанындағы көше. Осылай 7-8 жыл алдын қаз кеткен. Қазғанда сырып кеткен, то есть жаңадан салатын болды. Но до сих пор салған жоқ. Акиматқа қанша рет жаздық, видеолар өткіздік. Пайда жоқ. Я жасап береміз деп уәде береді, но ешқандай уәде орындалып жатқан жоқ. Мына жерде машиналар жүрсе асты тиеді. Осылай көшені түз әдемі болып жатқан көшені қырып кеткен. Мына 43-ші мектеп. Балалар осы жерден барады сабаққа. Қыста аяқтары су болып келеді, нердің бәрі көлшік жиналады. Мына жерлерге көлшік жиналады, лай су болып келеді. Жазда осылай топырақ болып шашылып жатады. Мына 43-ші мектеп. Мына Шилова көшесі. Жетісу акиматы бұл жерде біледі, істеу керек екенін, но істемейді.